Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай бүгінгі видеода 8 сынып геометрия пәнінің 1-тоқсандағы ТЖВ-ның 1-нұсқа есептерін талқылайтын боламыз. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. ТЖВ-ның 1-нұсқасында алдарыңызда көріп отырғандай 5 тапсырма берілген. Бірінші есепті қарастыратын болсақ, А, Б, С-ді ромб берілген, С бұрышын табыңдар дейді. Мына біздегі ромбтың біз білетіндей барлық қабырғалары бір-біріне тең, яғни мына қабырғасы мен мына қабырғасы, мынау мен мына қабырғасы бір-біріне тең деп белгілеп қоямыз. Енді А, Б, Д үшбұрышын алатын болсақ, мына жерге жазайын, үшбұрыш А, Б, Д-ны алатын болсақ, оның АБ қабырғасы мен БД қабырғасы бір-біріне тең. Яғни бұлар тең бүйірлі үшбұрыштар. Тең бүйірлі үшбұрыштың мына табанындағы бұрыштары да бір-біріне тең болады. Олай болса, бұрыш Б, А, Д ол тең бұрыш Б, Д, А-ға. Және олардың екеуі де 56 градус болады. 56 градус деп жазып қояйық. Енді үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы ережесіне сәйкес Б бұрышын табатын болсақ, ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни Б бұрышы ол 180-нен азайтуымыз керек. Мына 56 градустың қосындысын 56-ға 56-ны қоссақ, 112. 180-нен 112-ні алатын болсақ, 68 градус болады екен. Яғни мына Б бұрышы 68 градус. Ал бізге С бұрышын тап деген, ромбта мына қарама-қарсы жатқан бұрыштар бір-біріне тең. Олай болса, бұрыш С ол тең бұрыш Б-ға, және ол 68 градусқа тең болады екен. Яғни берілген нұсқалардың ішінде Б нұсқасы дұрыс. Келесі екінші есеп. А, Б, С-ді параллелограммының биссектрисасы оның БЦ қабырғасын БК тең 19 см және КС тең 10 см болатын кесінділерге бөледі, оның периметрін табыңдар деген. Олай болса, бірінші А, Б, С-ді параллелограммды салып алайық. Мынау мінекей параллелограмм. Енді мына төбелерін белгілеп жазып алайық. А төбесі, Б төбесі, С және Д төбелері. Енді осы параллелограммның биссектрисасы мына БЦ қабырғасын бөлетін болып тұр ғой. БЦ қабырғасын 19 және 10 см бөлу үшін мына А қабырғасынан шыққан биссектриса болу керек. Биссектриса дегеніміз ол осы А қабырғасын теңді екі бөлікке бөледі. Яғни мына бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне тең болады. Енді мына нүкте бізде К болатын болып тұр. Өйткені БК мына 19 см, ал КС ол 10 см деп тұр. Енді БЦ мен АД кесінділері бұлар параллель, өйткені мына бізде берілген параллелограмм ғой. Ендеше былай жазамыз. БЦ ол параллель АД-ға, ал АК дегеніміз қиюшы. АК кесіндісі ол қиюшы. Енді параллель екі түзуді бір қиюшы кесіп өтсе, оның мына ішкі айқыш бұрыштары бір-біріне тең деп өткен болатынбыз. Мына бірінші бұрыш пен мына екінші бұрыш екеуі ішкі айқыш бұрыштар болады, және олар бір-біріне тең болады. Ал АБК үшбұрышын алатын болсақ, онда мына бірінші бұрыш пен мына үшінші бұрыш екеуі табанында жатқан бұрыштар болады, екеуі де бір-біріне тең болады. Сонда мына бізде тең бүйірлі үшбұрыш болады екен. Олай болса, былай жазайық. Мына БЦ мен АД параллель болды, АК қиюшы болды. Ендеше бұрыш БКА ол тең КАД-ға. Және бұрыш БКА ол тең болады бұрыш БАК-ға. Яғни екі табандағы бұрышы тең болса, онда АБК үшбұрышымыз тең бүйірлі болады да, осыдан АБ қабырғасы ол тең БК қабырғасына болады. Және олардың ұзындықтары 19 см болады. Мына қабырға 19 болды. Егер де АБ 19 болса, онда С-ді ол да 19 см болады.
өйткені бұл бізде параллелограмм. Яғни мына жерге жазып қояйық. СД ол тең БК-ға және ол 19 сантиметрге тең. Ал мына АД ол БЦ-ға тең. АД ол тең БЦ қабырғасына. Ал БЦ қабырғасында бізде өлшемдер белгілі. Ол 19 қосу 10, сонда 29. Енді осының периметрін табыңдар дейді. Периметр ABCD ол мына барлық қабырғаларының қосындысы. Яғни AB қосу BC қосу CD және AD қабырғаларының ұзындықтары. AB қабырғасы 19 сантиметр, қосамыз BC қабырғасы 29 сантиметр, және CD қабырғасы 19 сантиметр, және AD қабырғасы ол 29 сантиметр. Осының барлығын қосатын болсақ, 96 сантиметр болады екен. Келесі үшінші есеп, трапецияның бүйір қабырғалары бірдей 4 бөлікке бөлініп, табандарына параллель кесінділермен қосылған. Егер трапеция табандары 6 метр және 18 метр болса, осы кесінділер ұзындықтарын табыңыз дейді. Олай болса, бірінші трапециямызды салып алайық. Мынау трапеция. Тең бүйірлі деп айтылмаған, сондықтан кез келген трапецияны саламыз. Және осы трапециямыз бізде 4 бөлікке бөліну керек дейді. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік. Міне 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінді. Және осы бөліктері табандарына параллель кесінділермен қосылған дейді. Олай болса, осыны кесінді түрінде қосайық. Яғни міне 1 кесінді, 2 кесінді табанына параллель, және мынау 3 кесінді болады. Сонда трапециямыз мінеки 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлініп тұр. Енді трапецияның бізде табандарының өлшемі бар. Біреуі 6 метр кішкентайы және үлкені 18 метр. Енді мынаның барлығының нүктелерін белгілеп шығайық. Мынау А, Б, С, Д деген трапеция болсын. Мынау М, мына нүкте Л болсын. Мынау Н, мына жағы К болсын. Мына жағы F және мына жағы Е болсын. Енді трапецияның орта сызығы деген бар. Қазір қарап отырсақ, мына А, Б, С, Д трапецияның орта сызығы ол НК болады. Яғни былай жазамыз. А, Б, С, Д-ны қарайтын болсақ, ол жерде НК-ның ұзындығын табу үшін А, Д мен Б, С-ның қосындысын 2-ге бөлу керек. Яғни 18-ге қосамыз 6-ны, оны бөлеміз 2-ге. 18-ге 6-ны қоссақ 24, оны 2-ге бөлсек 12 метр болады екен. Яғни НК кесіндіміз 12 метр. Енді дәл сол сияқты Н, Б, С, К трапециясын қарайық. Яғни міне Н, Б, С, К трапециясын алатын болсақ, бұл жерде М, Л орта сызық болады. Яғни Н, К-ның Б, С-ға қосындысын 2-ге бөлу керек. Ал НК дегеніміз, жаңа біз тапқанбыз, ол 12, БЦ дегеніміз 6, екеуін қосып 2-ге бөлеміз. 12-ге 6-ны қоссақ 18, 18-ді 2-ге бөлсек 9 метр болады екен. Яғни міне МЛ ол 9 метр. Дәл осындай келесі трапеция А, Н, К, Д. Бұл жерде орта сызық F, Е кесіндісі болады. Оның ұзындығын табу үшін А-ға қосамыз НК-ның ұзындығын және оны 2-ге бөлеміз. А-ның ұзындығы 18 метр, НК-ның ұзындығы 12 метр. Оны 2-ге бөлетін болсақ, 18-ге 12-ні қоссақ 30, оны 2-ге бөлсек 15 метр болады екен. Сонда F, Е-ның ұзындығы 15 метр. Мінекей біз барлық кесінділердің ұзындықтарын таптық. Келесі 4-ші есеп, суретте көрсетілген трапеция периметрін табыңыз дейді. Бұл жерде бізде трапецияның мына табандарының өлшемі белгілі және мына А бұрышы белгілі. Олай болса, мына биіктікті түсіреміз. Қазір біз Д нүктесінен және С нүктесінен.
және осылардың нүктелерін белгілеп қояйық. Мынау Е нүктесі болсын, мынау К нүктесі болсын. Енді осы жерден ЕК-ның ұзындығы ол ДЦ-ның ұзындығына тең, және ол 10 сантиметр. Мына 24-тен 10 сантиметрді алсақ, 14 қалады да, 14-ті 2-ге бөлсек, мынаның әрқайсысы 7 сантиметрден болады. Яғни АЕ жазып қояйық. АЕ ол тең КБ-ға. Оны біз қалай таптық? 24-тен 10 сантиметрді алып тастадық та, осыны 2-ге бөлдік. Онда 7 сантиметр шықты. Енді бұрыштарына келетін болсақ, міне мына А бұрышы 60 градус. Ал мына жер 90 градус. Үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус деген ережеге сәйкес, мына бұрыш ол 30 градус болады. Яғни жазайық, бұрыш АДЕ ол тең 180 градустан азайтамыз. Міне мынау 60, мынау 90 екені белгілі. Осы 60 градус пен 90 градустың қосындысын. 60-қа 90-ды қоссақ 150 болады. 180-нен 150-ді азайтсақ 30 градус болады екен. Енді осы 30 градусқа байланысты, мынау тікбұрышты үшбұрыш қой бізде, АДЕ деген. Тікбұрышты үшбұрыштарда 30 градусқа қарсы жатқан катет, мынау катет, мынау да катет, ал мынау гипотенуза. Мынандай теорема бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет мына гипотенузаның жартысына тең деген. Олай болса, АЕ дегеніміз ол мына АД-ның жартысы екен. Немесе басқаша, АД қабырғасы ол АЕ-ні 2-ге көбейткенге тең. 2 АЕ деп жазамыз. Енді АЕ-ның ұзындығы бізде белгілі, ол 7. Орнына қоятын болсақ, сонда АД қабырғасы 14 сантиметр екен. Мына қабырға 14 сантиметр болды. Енді бізде міне есепте көрсетілген тең бүйірлі деп, яғни АД қабырғасы ол СБ қабырғасына тең, және ол да 14 сантиметр болады. Енді осы трапецияның периметрін табу керек. Периметр АБЦД деп қояйын. Барлық қабырғаларының қосындысын аламыз. Яғни АД-ға қосамыз ДЦ-ны, оған қосамыз СБ-ны, және оған қосамыз АБ-ны. Олай болса, мәндерін орнына қоятын болсақ, АД 14 сантиметр, ДЦ 10 сантиметр, СБ 14 сантиметр, және АБ ол 24 сантиметр. Осылардың барлығын қосатын болсақ, периметр 62 сантиметр болады екен. Келесі 5-ші есеп. Тең бүйірлі үшбұрыштың орта сызығы 11 сантиметр болатын табанына параллель. Егер үшбұрыштың периметрі 52 сантиметр болса, оның қабырғаларын табыңыз дейді. Олай болса, тең бүйірлі үшбұрышымызды салып алайық. Яғни екі бүйір қабырғалары бір-біріне тең болады. Және олардың төбелерін белгілейік. Мынау А, мынау Б, С төбесі болсын. Яғни міне мына екі қабырғасы бір-біріне тең. Енді осының орта сызығы бар дейді. Орта сызығы, оның ұзындығы 11 сантиметр. Мына орта сызығы болса, ұзындығы 11 сантиметр. Енді бізге осының мына қабырғаларын табуымыз керек. Бұл жерде енді АЦ қабырғасын таба аламыз. АЦ қабырғасы дегеніміз мына орта сызық МН деп белгілеп қойсақ, МН-ді 2-ге көбейткенге тең. Яғни 2 көбейту МН ол 11 сантиметр. Сонда АЦ 22 сантиметр болады екен. Жазып қояйық, мына жерге 22 сантиметр деп. Енді бізде есепте міне периметр берілген еді. Мына АБ мен БЦ қабырғаларын, бұлар тең бүйірлі, сондықтан АБ тең БЦ деп жазып аламыз. Және олардың өлшемін табу үшін периметрден алып тастаймыз. Бізде міне бір қабырға белгілі болды ғой. Осы АЦ қабырғасын алып тастаймыз да, содан шыққан мәнді 2-ге бөлуіміз керек. Өйткені біз мына екі қабырғаны жеке-жеке тауып жатырмыз. Олай болса, мәндерін орнына қояйық. Периметр 52 сантиметр, азайтамыз АЦ 22 сантиметр, және оны 2-ге бөлеміз. 52-ден 22-ні азайтсақ 30, 30-ды 2-ге бөлсек 15 сантиметр болады екен. Яғни АБ қабырғасы 15 сантиметр,
бц қабырғасы ол да 15 сантиметр және ац қабырғасы ол 22 сантиметр болады екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығару жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.